Сабақтың тақырыбы көп бұрыштың түрлері, шаршының және тік төртбұрыштың қасиеттері. 66-шы сабақ. Бүгінгі сабақта шаршының және тік төртбұрыштың қасиеттері туралы білетін боласың. Бүгін тік төртбұрыш пен шаршының қасиеттері жайлы білетін боламыз. Экранға назар аудар. Бұл қандай фигура? Дұрыс, бұл тік төртбұрыш. Оның төрт тік бұрышы бар. Тік төртбұрыштың төрт қабырғасы бар. Яғни, екі ұзындығы және екі ені бар. Тік төртбұрыштың қарама-қарсы қабырғалары тең. Бұл тік төртбұрыштың қасиеті. Тік төртбұрышты үлкен латын әріптерімен белгілейді. Әріптер солдан оңға қарай ретімен оқылады. А, Б, С, Д деп оқимыз. А, Б тең Д, С және А, Д тең Б, С. Экранға назар аударамыз. Қандай фигура? Дұрыс, бұл шаршы. Шаршының барлық қабырғалар мен бұрыштары тең. Л, М, К, Н шаршысы деп оқылады. Л, М тең М, К тең К, Н тең Н, Л. Қайталайық. Тік төртбұрыштың барлық бұрыштары тік болады. Тік төртбұрыштың қарама-қарсы қабырғалары бірдей. Мысалы, 4 см, оған қарама-қарсы қабырғасы 4 см болады. Енді ені 3 см, қарама-қарсы қабырғасының да ұзындығы 3 см болады. Бұл шаршы. Шаршының барлық қабырғалары бірдей, яғни тең болады. Мысалы, 3 см, ені оған қарама-қарсы қабырғасы 3 см. Ұзындығы 3 см болса, қарама-қарсы қабырғасы да 3 см-ге тең. Номер 4, 9-шы бет. Тапсырманы дәптерге орындаймыз. А. Ені бірдей тік төртбұрыштарды жаз. Ә. Ұзындығы бірдей тік төртбұрыштарды жазып ал. Сөйлемдерді аяқтап жаз. Тік төртбұрыштың барлық бұрыштары қандай? Екінші сөйлем. Тік төртбұрыштың қарама-қарсы қабырғалары қандай? Үшінші сөйлем. Шаршының қабырғалары қандай?